Қайырлы күн, құрметті ұстаздар және студенттер. Бүгінгі екінші сабағымыз Word программасында кесте құру. Көріп тұрғандай, осы кестені біз қазір Word программасында құруды көрсететін боламыз. Ол үшін мен қазір осы терезені кішірейтіп бір шетке қойып қоямын. Біз бұл сабақты, бірінші сабақта сіздермен көрсеткен болатынмын, осылай бір шетке жиып қоюды. Келесі Word бағдарламасын іске қосамыз. Word бағдарламасын қазір мен офистің құрамының ішінен алып, Word'ты қосамын. Міне, Word бағдарламасын қостым. Енді бізге кесте құру керек болады. Бізде бірінші кестеміз бізде 1, 2, 3, 4, 5 бағаннан 1, 2, 3, 4 қатардан тұрады екен. Ол үшін қалай жасаймыз? Кесте құру үшін, үлкейте салайық. Кесте құру үшін жоғарғы жақтағы вставка бөліміне барамыз. Осы кезде таблица деген бөлімі шығады. Таблицаның үстін басқан кезде бізге екі жолды көрсетіп тұрады. Таблица құру. Мысалы бізге мен жаңа 5 баған дедім. Осы жерде төбесіне қарасаңыздар, таблица деп көрсетіп тұрады. Белгіге апарсам 5-те 4 болды. Осылай құрсақ та болады. Мысалы қараңыздар, маған 5 баған 4 қатар керек болса, міне осылай оңай жолы да бар. Осылай құрасақ та болады. Немесе тағы да бір жолы вставка таблица, вставить таблицу, яғни таблица құру арқылы. Енді осы жерден бағанымызды санаймыз. Число столбцов, яғни бағандардың саны. Мысалы, маған 6 баған керек болатын болса, осылай сол санның үстіне барып, курсорды былай backspace пернес арқылы өшіріп тастап, үстіне сан жазсам да болады. Немесе осы жерде екі жоғарғы қарап қалған, төменге қараған екі бағдар тұрады. Жоғары жаққа бассам, менің баған сандарым көбейіп жатыр. Ал астыңғысын бассам, ол менде азаяды. Маған 6 баған керек, немесе 5 баған керек. Енді число строк, маған 4 қатар керек болатын болса, жоғарғы қарай көбейтсек болады. Көбейіп жатыр, қатарларымыз. Немесе астына қарай азайтсақ та болады. Маған мысалы 4 қатар керек деген, 5 баған 4 қатардан керек. Окей батырмасын басамыз. Менде 1, 2, 3, 4, 5. 5 баған 4 қатарды қойып берді. Енді мен бұның ішіне не жазам? Мысалы, бірінші осы жерге мен пәндер деп жазып көрейін. Бізге бір отчет тапсыру үшін осындай кесте керек болды. Пәндер және осы жерде 90-тар тұру керек екен. Мысалы, бірінші 90, екінші 90 және үшінші 90. Сонымен төртінші 90 болу керек екен. Енді мен жоғарғы жақтағы мына бір ұяшықтардың барлығын арасын біріктіріп, ол жерге мен 90-дар деп жазуым керек. Егер мен осы жерге 90-дар дейтін болсам, ол мына жақтарға да мен 90-дар екенін белгілі болып көрініп тұру үшін мен мына ұяшықтардың барлығын алып тастауым керек. Ол үшін осы ұяшықты мен аяғына дейін бояп аламын. Сосын курсордың оң жағын басып, объединить ячейки дегенді бассам, мына ұяшықтарымның барлығы бірігіп кетті. Енді осы жерде қазір ортасына қоям. Менің ұяшықтарым бірігіп, бір әдемі болып көрініп тұр. Мына жерде 90-дар, бірінші 90, екінші, үшінші, төртінші 90. Енді маған осы кестенің аяқ жағына пәндерді жазуым керек. Мысалы, қазақ тілі, орыс тілі деген сияқты. Енді тағы да маған бір астына қатар керек болды. Ол үшін не істеймін? Қатар қосу үшін, қатар қосудың екі жолы бар. Ол үшін мен мына жерге курсорды соңғы ұяшықтың шетіне былай шертемін. Осылай бір рет басып, Enter пернесін бассам, менде қатар қосылып жатыр. Тағы бір рет көрсетейін. Міне осы жерге шетіне шертеміз, Enterді басамыз. Шетіне шертеміз, Enter пернесін басамыз. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы мен тағы екінші
қатар қосатын болсам, осылай да қоссақ болады. Осылай бояп аламыз, міне. Сосын осы бояғанның үстінде тұру керек, мына курсорымыз, иә, мына шетте емес, міне өзі үстіне барған кезде осындай бағдарға ауысады. Сол кезде курсордың оң жағын басып, ставит строк снизу, яғни астына, егер сверху десем, ол жоғары жағына қосып жібереді. Снизу десем, міне біреу қосылды, тағы да ставит строк снизу. Міне осылай да қатарды қоссам болады. Қазір мен көрсетейін. Жоғары жаққа қосу үшін ставит строк сверху дейтін болсам, ол жоғары жағына қосып жібереді. Міне мынаның жоғары жағына қосып тастады. Маған аяқ жағына қосылу үшін осы екі әрекетті орындасаңыздар болады. Қайсысы оңайлау, сонымен жұмыс жасайсыздар. Мен енді көбінше осылай қоса беремін. Егер қатар керек болса, осылай қосқан маған ыңғайлы. Өздеріңізге қайсы ыңғайлы, солай қатарды осылай қоса берсеңіздер болады. Енді менде мына жерде пәндер дегеннің арасын осы жерде ұяшықты біріктіруім керек. Ол үшін міндетті түрде бірігетін ұяшықты белгілеп көрсетемін. Курсордың оң жағын басамын. Объединить ячейки. Міне менің жаңағы пәндерім осылай екі ұяшыққа бірікті. Енді мен пәндер дегеніміз сызыққа жақындап қалғандықтан, оның арасын былай ашып қоюыма да болады. Келесі енді, мысалы, осы жерде бір осы 90-дар деген бөлімді бір бояп қоюым керек болды. Ол үшін мен осылай, осы боялатын жерді көрсетемін. Боялатын жерді көрсетіп, түгелімен былай бояп шығамын. Енді осы ұяшықтың ішінің барлығы бір белгі болу үшін боялып тұру керек. Сарыға, жасылға, әртүрлі түске, мысалы, сарыға осылай бояп қойсаңыздар болады. Келесі, мысалы, енді мені көп қатарды қосып қойдым, иә. Мысалы, бұл жерде маған 4 қана пән керек болды да, қалған қатарларды бір өшіруім керек болып қалады, иә. Сондай жағдайлар болып қалады. Ол кезде не істейміз? Ол кезде осы өшірілетін қатардың барлығын осылай бояп аламыз. Сосын курсордың оң жағынан вырезатьті бассақ, міне қырқып алып тастады, иә. Тағы да көрсетейін. Міне маған осы қатардың барлығы керек емес болса, 1, 2, 3, 4 қатар керек емес болса, мен осылай сыртына, бояуды сыртына шығарамыз. Курсордың оң жағын басамыз. Осы жерден вырезать, яғни қырқып алып тастайды. Қазір бір мәрте көрсетейін. Вырезать десем, қырқып алып тастайды. Қырқып алып кетті. Енді келесі, мысалы, енді маған осылай кесте құрдым. Қазір былай жақындатып қойайын. Енді маған бұл жерге бір тағыда бір баған керек болды, иә. Енді ол бағанды қалай қосам? Мысалы, мен мына жаққа бір жылдық деп жазуым керек болды, иә. Баған қосуым керек. Ол үшін сол әрекетті қайталаймыз. Осылай бояп аламыз. Шығарып, қазір шығармай бояп көрсетейін. Міне, мен былай шетке шықсам, бояуларым шетіне шықты, иә. Қазір ішіне шығармай осылай бояп аламыз. Курсордың оң жағын басып, ставит бізге столбцы оң жаққа керек, иә. Яғни біз 490-дан кейінгіге қосуымыз керек. Ол бізде оң жақта. Ставит столбцы справа. Бәле, менде бір баған қосылды. Егер мен осылай бояғанымды былай сыртқа шығарып қойып, ставит столбцы дейтін болсам, қазір қараңыздар. Ставит столбцы справа дейтін болсам, міне. Онда менде көріп тұрғандарыңыздай тағы да біреуді қосып берді. Енді маған бұл екеуі қажеті жоқ. Көрдіңіздер ме? Екеу қосып берді, иә. Өшіріп тастау үшін осылай бояп алып, осы жерден удалить столбцы десем, өшіріп тастадым. Тағы бір мәрте қайталап көрсетейін. Егер мен осы жаққа бір баған қосу үшін міне бояп алып, ставит столбцы справа. Біреу қосылды, иә. Енді қайтадан отменить етейін. Енді мен осы жерді бояған кезде былай сыртына шығарып бояп,
ставить деп көрейін. Ставить столбцы справа. Онда менде көріп тұрсыздар, екеуі қосылды, иә. Егер екеуі қосатын болсақ, көбірек қосатын болсақ, онда міндетті түрде бұлай бояған кезде міне көк бояуды сыртына шығарып, бояп барып қоссаңыздар, екеуі қосылады. Егер жай ғана сыртына шығармай көк қылып бояп, ставить столбцы справа дейтін болсақ, міне онда біреу ғана қосылды. Енді мен осы жерге жылдық деп жаздым. Енді менің көріп тұрсыздар, мына жердегі ұяшығымен мына ұяшығымды бірдей қылып ұяшықтарды біріктіру үшін дәл сол әрекет. Осы жерді бояп аламыз. Курсордың оң жағын басып, объединить ячейки, міне. Яғни 90-дардың арасында осылай бөлініп тұр. Енді маған мынау баған керек емес, оны осылай қазір удалить столбцы деп былай өшіріп тастай берсек болады. Енді кей жағдайда біз 90-дар дегенді бір көлденеңнен жазуымыз керек болады. Ол үшін не істейміз? Ол үшін осы 90-дардың барлығын бояп алып, осы жерден направление текста деген бар. Осы направление текстаны бассақ, бізге қазір біздің жағдайда 90-дарымыз осылай көлденеңнен болып тұр. Енді оны тігінен қою үшін мына белгіні басып, окей дейтін болсақ, міне біздің 90-дарымыз тігінен болып түсті. Кей жағдайда бір осылай жазатын кездер болады, кестенің ішіне. Сол кезде осылай қойсаңыздар болады. Енді қайтадан орнына келтіру үшін направление текста қайтадан бұлай қойып, окей десек, міне біздің орнына осылай көлденеңнен келді. Жарайды, енді бұны тігінен қойып қойып, направление текста осының ішінен осылай тігінен қойып қоямыз, міне. Енді бізде мынау пәндер дегенімізді кестемізде бір әдемі көрініп тұру үшін мынаны былай тартып, осылай тартып, мысалы мына пәндермен мына жердің арасын бөліп, мысалы мына жерге 90 деп жазып қоятын болсақ, мына 90-ның қатары, мына пәндердің қатары деп осылай арасын бөлу үшін осы жерде қарап тұрсаңыздар, фигуры деген бар, вставканың ішінде, мына вставканың ішінде фигуры деген бар. Осы фигураның ішіндегі мына линия дегенді алып, бұлай мына жерін сызып, осылай бөліп қойсақ та болады. Бір кестеміз әдеп көрініп тұру үшін мына жер 90-дардың қатары, мына жақ пәндердің қатары деген сияқты. Міне осылай кестелеріңізді осылай құра бересіздер. Енді мен мына жерде 90-дар деген кестенің арасын ашуым үшін, бұлай Enter пернесін бассам, арасы ашылады. Енді мынау әрбір қатардың да арасын бір анықтау көрсетуім үшін, осылай Enter пернесін бассам, менің кестелерімнің арасы бірдей болып ашылып жатыр. Осылай кестемізді де осылай жасасақ болады. Егер бұлай керек емес болатын болса, қайтадан орнына келтіру үшін орыс тілі деген жерге апарып, delete пернесі арқылы осылай шақырып қосып алсақ болады. Қайтадан орнына осылай келтіріп алсақ болады. Енді мысалы менен 90-дар дегеннің барлығы бір ортада тұру үшін, ол үшін курсордың оң жағын басып, выравнивание ячейктің ішінде, мына жердегі подцентруге барсам, мынаған барсам, барлығын апарып қойып өздеріңіз көре берсеңіздер болады. Маған енді бұлардың барлығы бір ортада тұру керек, міне подцентруге қойсам, міне бір әдемілеу болды, барлығы бір ортаға келіп тұрды. Жалпы бүгінгі екінші сабағымыз осындай Word бағдарламасында кесте құру сабағы болды. Осы көрсетілген бойынша дәптер арнап, дәптерге жазып, компьютерлеріңізді қосып, немесе бірге бір осындай кестелерді жасап, үйренсеңіздер болады. Жалпы бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды, пайдалы болды деген ойдамын. Осылай өздеріңіз жасаңыздар, және егер жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Іске сәт, олай болса сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.